Сәлем достар, сіздермен бірге Айнамгүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз әдемі және өте дәмді пончик пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі сары май, қаймақ, ұн, құмшекер, сода мен уксус және 3 жұмыртқа қажет болады. Ең бірінші жұмыртқамызды құямыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне жайлап отырып құмшекерімізді саламыз. Одан кейін майымызды құямыз. Қаймақты да салам. Уксус пен соданы араластырған салып, ең соңынан ұнды қасықпен біртіндеп отырып саламыз. Осындай пончиктің формасы бар, соны жақсылап майлап аламыз. Дайын болған қамырды арнайы консервативтік қапқа салып, айналдырып құйып шықтым. Дайын болған қамырды қызып тұрған пеште 170 градуста 30-40 минутқа салып қоямыз. Пончигіміз дайын болды. Енді бұны әрлеу үшін мен арнайы шоколадты ерітіп алдым. Осылай батырып аламыз. Дайын болды шоколадымыз. Енді оның үстіне ақ шоколадты ерітіп әрлеудің. Өзіңіздің қалауыңызша әрлеуге болады.